Қайырлы күн, қайырлы кеш достар. Шахмат сабағын қарап жүрсіңдер ме? Бүгін өте маңызды сабақ. Компьютердің задачаларымен 3 минуттың ішінде мен қанша тактикалық есептер шығарам. Сол туралы айтатын болам. Жақынырақ жайғасыңыздар. Өте қызықты тәжірибелік сабақ. Бұл жерде мен жылдам 3 минуттың ішінде, жылдам уақытта, жылдам шешімдерді қабылдаймын. Қанша қате жібереді екенмін, қанша дұрыс шешем. Сіздер, егер шахмат ойнаған кезде нашар ойнап жүрсеңіздер, осындай тактикалық приемдар, әдістер, тәсілдер сіздерге көмектесетін болады. Сондықтан есепті көп шығару керек, түсіну керек және білу керек. Ендеше жақынырақ жайғасып, алғаш көріп отқан көрермендеріміз болса, астындағы подписаться және қоңыраушаны басып қоюды ұмытып кетпеңіздер. Өйткені өте маңызды сабақ, серия сабақтар түсіретін болам алдағы уақытта. Жіберіп алмаңыздар, ендеше кеттік. Мына жерде вилка. Бірден ұтып алдым. Мына жерде қарайым, шах деймін. Так, мына жерде жей саламын слон, ары қарай жеймін. Так, қараймыз, мына жерде вилка, ладьясын жеймін. Мына жерде қараймыз, жылдам мат тұр екен. Так, мына жерде қараймын, шах, ладьясын ұтып аламын. Мына жерде қараймын, қандай мүмкіндік бар. Так, мына жерде болмайды екен, атымды алып кетейін деп тұр. Мына жерде әрине ферзбен жеймін. Так, тамаша, мына жерде қараймын, қандай мүмкіндік бар, жеңіске жетуге болады, мат береді екен мынандай. Так, мына жерде открытый шах, ладьясын алып алдым. Мына жерде қараймын, шах арқылы атын алып алдым. Мына жерде жылдам қарау керек. Мына жерде әрине шахпен жеймін. Так, қашты, әрине слонын жеймін. Так, мына жерде шах берем, матовая атака, шах берем, ферзбен мат берем. Так, мына жерде вилкаға кеп тұр екен әдемі. Так, мына жерде енді қараймын, матқа кеп тұр. Так, мына жерде іздеу керек мүмкіндік. Сквозной удар берсем пайда бар ма? Так. Так, мына жаққа кірсем тоже болмайды. Сквозной удар. Так, пешкімді жеді, жак, арғарай не істеу керек, ойлану керек. Арғарай ат ұсталама, сұрақ. Ат ұсталама. Так, жедім, тамаша, шахпен ферзін алып алдым, өте тамаша, 2 минут уақыт өтті. Мына жерде қарайым, қалай жеңіске жетуге болады. Ладьясына шабуыл жасайым, ұсталды, арғарай слонын жеймін. Так, мына жерде қараймын, шах беретін болсам мүмкіндік бар ма? Шах берем, ладьямды қосам екінші. Так, мына жерде мат береді екен бір ходта. Мына жерде вилкаға кеп тұр, ладьясын жеймін. Так, мына жерде двойной удар берсем болады екен, өйткені слонын алып алам. Так, мына жерде қалай қараймын, шах берем, линеймен мат берем, тамаша. Так, мына жерде пат беретін техника жоқ, ешқандай, мүмкін емес. Так, ойлану керек. Так, маған мат берейін деп тұр, сондықтан разменге қоямыз, дұрыс. Тамаша, пешке алғара кетеді. Так, мына жерде қандай мүмкіндік бар? Әрине вилка бар бұл жерде. Так, мына жерде қандай мүмкіндік бар? Әрине двойной удар бар бұл жерде. Так, мына жерде қандай мүмкіндік бар? Шах берем, мынандай двойной удар бар, әдем ферзін ұтып алам. Так, мына жерде қандай мүмкіндік бар? Так, қараймын. Так, шахтан маған пайда жоқ. Нан жеу керек, тура келеді, нан беруге болмайды. Шахпен жеймін, тамал жоқ, тамаша. Так, мына жерде қараймыз, қандай мүмкіндік бар? Так, әрине ладьясын беріп тұр, алып алу керек, тездетіп. Мына жерде қараймыз. Шах берсем не пайда бар? Шах бермесем не пайда бар? Сұрақ туындайды. Әрине мына жерден жейміз. Так, мына жерге мат дейміз, керемет. Так, мына жерде шах дейміз. Так, қандай мүмкіндік бар тағы бізде? Так, әрине жейміз, екінші ладья қосылады. Мына жерде так, ферзбен жесем пайда бар. Әрине ферзбен жеймін. Ары қарай жеп алам ладьясын. Тамаша достар. Мына жерде ладьяны іске қосам, ферзбен мат қоям. Тамаша. Мына жерде қандай мүмкіндік бар? Қараймыз. Так, атын қортам, уничтожение защиты ферзін алып алам. Өте тамаша. Матқа және атқа шабуыл жасайым. Тамаша, ладьясын тегін беріп тұр. Маған ешқандай двойной удардан жаба салам алдым. Тамаша. Так, мына жерде қандай мүмкіндік бар? Әрине шах берем пешкімен. Ферзбен мат береміз, мынандай, болмаса ферзін ұтып аламыз. Так, мына жерде қараймыз, сквозной ударға кеп тұр екен. Әдемі достар, мына жерде слонмен жеп аламыз. Так, мына жерде қараймыз, қандай мүмкіндіктер бар? Так, ферзді іске қосатын болсам, қайда барады екен? Маған, менің ладьямды жейін деп тұр екен ғой. Қауіпті достар. Так, мына жерде қандай мүмкіндік бар менде? Қандай мүмкіндік бар? Ладьяларды алып келсем болмайды. Так, мына жерде сәл қиындаған сияқты. Тапсырма. Так, жейтін болсам, сосын айырбасқа қоям. Так, жарайды. 36-сын шешіп үлгірдік. Соңғысы сәл қиындау болды. Новый рекорд жасадық.
әдемі болды. Ойлаңыз, 3 минуттың ішінде 36 тапсырма шештім. Сіз өзіңіз қалай шешесіз? Сіздің деңгейіңіз қандайда? Вроде қате болған жоқ ешқандай әзірге. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Ең бастысы біздің каналға жазылып, подписаться және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Өйткені қазақ шахматшылары өте көбейетін болса, алдағы уақытта сіздермен әрине әдемі үлкен турнирлер жасайтын боламыз. Сол турнирлерде ойнаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.